TikTok'ta бастадым. Қос нүктені қалай қояды? Жаңа трек 19:00 деп жазып қоя салмайын ба? Клип дейсіз? Жаңа клип ютубта дейді. Кірдік па эфирге? Бисмилля, бастадық. Ал. Один. Кіріп жатыр ма? Эй! Эй! Фуллукне тапқыш батка бір жыл алып. Қозған сен бір жыл айтты спортик. Bir şey söyle. Фуллукне. Bir dakika mı? Keşim sorayım. Таусың басқан дұрыс па басқан? Selma. Sel Jackson. Ал. Бәріңізге ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Садрадин. Менің эфиріма қош келдіңіздер. Бүгінгі эфирда менің даусым сіздерге жақсы естіліп тұр ма? Досым сәл жай істеші. Қатты шығып кетіп отыр. Дима. Бәріңізге ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Қалайсыздар? Менің эфиріме қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Садрадин. Бүгінгі эфирда бірге әңгіме айтып, және де қазір 30 минуттан кейін менің YouTube арнамда менің жаңа әнім шығатын болады. Яғни сенсіз мүмкін емес, күн емес деген әнді бірге көретін боламыз. Клипін және жаңа әнді. Қалайсыздар? Бәріңізге құрметті чат, құрметті көрермендер, бәріңізге дұғай светтеңіз. Бәріңізге дұғай сәлем жолдаймын. Ал, мен мына жақта бүгін отырып сөйлесетін болам. Даусым жақсы естіліп тұр деген ойдам. Қалай? Қазір өзім бір тексеріп жіберейін. Иә, күшті естіліп тұр дейді. Қатып жатсың дейді. Невозможно қатып. Иә. Қазір Twitch'ті бір тексеріп жіберейін. Жақында өтші дейді. Қазір жақындаймын, или ана несін жақындатамайсың ба? Бал. Тексеріп жіберейін. Иә, күшті естіліп тұр. Нағып айлап отыр дейді. Уа! Сөйлеші Айдар. Бір. Бұл жерде нет звука дейді, бірдеңе шықты. Жоқ, ненің звугі неден алынып тұр екен, мактан алынып тұр екен ғой. TikTokқа кірші, мактан алынып тұр екен ғой. Бәсе. Қазір мен негізі петличкімен сөйлеп тұрмын, бірақ звукты дұрыс қоймаппын да. Кешірім сұраймын. Бұл темада қатты біле бермеймін да. TikTok эфирді көрші, TikTok мен даусым. Микрофонды камерадап беру керек еді бізге. Аны, источник деп, микшердегі мін тұр ғой. Основной микрофон добавить. USB аудио дейміз ғой, или wireless mic. USB ғой. USB мен анаған кетіп тұр ғой, соның звук алынады. Бер. Қара, енді алды. Мынаны алып тастадым. Енді дұрыс болған сияқты қара. Неғып дызылдап тұр? Ассансер шасына. Ассансер бірден бостан. Неге үйтіп тұр? Қазір техникалық ақау болып отыр. Кешіріңіздерші.
бәрін вроде нормально істедік, иә камера что-то шығып тұр Twitch сәлем жаңа көрермендер, бәріңізге сәлем. Қалайсыздар? Мен түрім нормально көрініп тұр ма? Шашыма мән бермеңіздер. Бүгін осындай домашний болып отырайын дедім. Домашний. Роллап бля. Міне высокий дедім. Қара ең нормально болды. Ай, бөй. Бүйте саған дұрыс қой. Өз микрофон. Бүйте саған дұрыс қой. Я, осылай отыра берейік. Тиктокта да, Твичта да. Ал, мен кішкене жақындап отырайын онда, я? Жақындап жүрейік. Дауысын өшір. Мен осылай жақсы естіп тұрмын деп ойлаймын сіздерге. Келесіде дұрыстап кіретін боламыз. Кешірім сұраймыз. Мынау да пока тұра берсін деп вдруг қосылып кетіп. Ал. Қазір бізді қанша адам көріп отыр? Қазір бізді 3000-дай адам қарап отыр. Қазір бәріңізге сәлем. Менің есімім Садрадин. Қазір сұрақтарға жауап берейін. Естеріңізге салам, бұйырса 20 минуттан кейін, яғни 19 минуттан кейін менің YouTube каналымда бәріміз жолығайық. Менің YouTube каналымда жаңа әнім шығатын болады. О, міне. Уже міне обложкасы тұр. Қара. Қара тема. Міне адамдар уже отыр ғой, мына жақта 24 адам күтіп отыр. Қазір бітеміз. Мен история салып жіберейін. 10 минутқа ғана салайын да, иә? Кеш атылып жүрейік ма? Иә? Сәл биік орындық болғанда андай да? Хоп, тағы жақындаймыз оп. Қара. Ортада тұр ма? Осы жерде отырсаң қалай? Міне, тамаша емес пе? Ұнамай тұр ма еле? Міне ғой, тамаша ғой мынау. Барлық обзор көрініп тұр. Бәрі жақсы көрініп тұрған сияқты. Қазір мен история салып жіберейін. Бәріміз қазір TikTok'та келісіп алайық. Осы мені қазір қарап отырған адамдар бәріміз бірге келісіп алайық. Қазір ән шыққан кезде бәріміз эфирден шығамыз да TikTok'қа, YouTube'қа кіріп, бәріміз бірінші сол YouTube'ты кіріп, YouTube'ның просмотрын көбейтіп, осы жаққа келеміз обратно. YouTube'қа кіреміз да менің каналыма подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басып, сосын осы жаққа келеміз да, дальше әңгіме айта береміз. Қалай? Келісіп пе? Охо, жақсы болып тұр ғой, иә? Саған Инстаграмға салатын жерім бар. Қойшы. Не, Рилс па? Істеп қойды ма Рилсты? Нұрланға да істеттім ғой. Да? Істеп берші деген жаңа. Бірақ текст әні жүйші дейді маған Нұрлан деп. Ал? Нұрлан деп текстің несін жүйші дейді. Әннің ба? Сенде бар еді ғой? Или жоқ па? Бар. Мен сіздерге жақсы көрініп тұрмын деген ойдамын. Кайф болып тұр ғой. Чуть быжырлап тұр енді, ренжімеңіздерші. Объективтан ғой бұл, ә? Обычный бірмен кіру керек пе дейді. Бірмен кірісте қатады ол бір шум шығады по-любому. Бірмен кіріп жақындатсақшы шілей алыс болып тұрған сияқты, не? Ол астын бит басып тұру керек қой. Қойшы. Мен жақындап жүрейін онда. А? Сәл төмен түсіресің ғой сосын. Төмен түсірші нені, штативті. О, қатты жақындап кетті. Сәл төмен түсір енді. Сәл алыстап, аяқтарың көрінбей қалды. Қара. Фиксер жеш. Төмен түсіру керек сияқты, да? Иә. Жақындатқаннан кейін көбейтіп кетті ше. TikTok қойып кеткен сияқты енді. Әдемі болып тұр nereden? Чуть алыстатасың ба? Қазір 15 минут қалды, құрметті достар. 15 минуттан кейін жаңа әнім шығады. Ал чатты оқып жіберейінші мен. Қызықты сұрақтар болса. Танысып қойып. Танымайтын адамдар болса, менің есімім Садрадин.
бастапқы музыкантпын, әншімін, бастап келе жатқан. Маған тіркеліп қойыңыздар. Менің каналыма, маған бұйырса жаңа әндер шығарамын. Бастапқы начинающий музыканттарды қолдайық. Так. 15 минут қалды. Мәссаған, не болар екен? Өзіме клип қатты ұнады негізі. Бейнебаян қатты ұнады. Мен қазір мына телевизордан көремін клипті. Ал сіздер эфирден шығып, бәріміз YouTube-қа кіреміз да, Садрадин деп жазамыз. Садрадин деп жазған кезде ол клип бірінші шығады, қолымнан ұста деген. Розовый, светлый. Сол клипқа кіріп, клипті көріп до конца, ұнады ма, ұнамады ма, комментарий жазасыздар. Өздеріңіздің шын ойларыңызды жазыңыздар. Сосын лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналым қазір 931 мың оқырман санына жетті. YouTube каналым Алла қаласа миллионға бірге жетейік. Сол күнді бірге тойлайық. Қанша адам отыр екен бізді қарап? 3000 адам отыр қазір. Екеуін қосқанда. Барша бізді қарап отырған жандар, көп рахмет сіздерге. Осындай ықыластарыңызға, ниеттеріңізге, алтындай уақыттарыңызды бөліп отқандарыңызға көп рахмет айтамын. Бір ән айтып берейін бе әлде? Эфир баса. Айдар гитарам берші. Бір айтып жіберейін. Қазір 10 минут қалды. Уайымдап жатырмын, не болады екен деп. Себебі қалай болады деп, әр бір әннің алдында қобалжитыным бар, қалай шығады екен деп. Ал қандай ән айтамыз? Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, сен жайлы ойланам. Сенсіз өмір емес, қызықсыз айналам. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, мәңгіге байланам. Мен саған айналам. Осы ән қазір шығатын болады. Егер де сіздер әлеуметтік желіден, TikTok-тан, Instagram-нан естіген болсаңыздар, осы әнім шығады қазір. Қобалжып отырмын, не болар екен? Қолдаймыз деп жазып жатыр. Көп рахмет, қуаныштымын. Качество кайф болып тұр ғой, брат? Иә, болды, әңгімесі жоқ. Бұл жерде біз жаңа әннің, яғни альбомның аранжировкасын жасап жатырмыз. Бұл менің Нұржан деген досым. Нәке деп таниды көбісі. Менің біраз әндерімді аранжировкасын жасаған, яғни қалай сіздер мен түсін айтқанда тік деп тұрады ғой сонда. Обычный сөзбен айтқан кезде. Уайымдап жатырмын. Айдар, не істейміз? Клип қараймыз қазір. Біз мына телевизордан келісіп алайық. Біз мына телевизордан қараймыз өзіміз. Сіздер бәріңіз эфирден шығып кетесіздер да. Бәріңіз эфирден шығасыздар да. Қазір емес. Сағат 7 болған кезде 12 минут қалды. YouTube-қа кіріп бәріміз нені көбейтейік. Ожидающий просмотр бар ғой. Сол кезде YouTube ойлайды, мына видеоға интерес болып жатыр. Яғни бұл видеоны прокачивать ету керек, көп адам білу керек дейді да, көп адамдарға көрсетеді. Сондықтан мен эфирға кірмегеніме қателеспесем бір аптадай уақыт болды. Бір апта менің уақытым болған жоқ бірақ. Негізі болды, бірақ мен мына жерде отырдым. Жұмыс істедік, басым ауырып, бұл сіздерге қызық емес болатын еді, негатив болып кетті. Наоборот, осындай көңілді көңіл күймен, жақсы көңіл күймен кірейін дедім. Уайымдап жатырмын, не болар екен? Әліптің артын бағайық. Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып. Премьераға 10 минут қалды дейді. 216 адам күтіп отыр екен YouTube-та.
Ал білемін сіздердің көбіңіз осы эфирде отсыздар. Қазір жақындаған кезде барып фок етіп ютубқа барамыз да сосын обратно келеміз. Хорошо? Хорошо. Міне жазып жатыр, мен ютуб чатты оқып отырмын қазір. Хитова точно дейді. Ой, бұйырса аумин, аузыңызға май. Ана кісіге 2 пачка шай. Так. Сәлем. Мен ютубтың ссылкасын алайын да. Не қосып жіберейін? Инстаға салып жіберейін. Айналайын алтыным, жүрегіме жақыным. Лайын. Қазір салып жіберейін. Күтіп отқан жандар. Жүрегіме жақыным, өзіңмен. Қанша адам отыр бізді көріп? Дайынсыздар ма? 5 минуттай, 9 минуттай қалды. Сала берейін. Өмірді сен үйреттің. Stories салдым, енді Reels'тан да енді алайын. Салатында Reels'тан. Қазір Reels қашырып жатырмын. Көрмей жатырмын. Әдемі сияқты. Бірақ анау артындағы заттарды, лишние-лиштарды немен алып тастайық, хиксфутпен ба. Жасыл фон болып тұра берсін деген. О, менің каналымда обновление болды. YouTube каналым дизайн өзгертті, қараңыздар. Садрадин, мынау тема сияқты, мне кажется. Синий болып тұрды. 427 адам көріп отыр. Әдемі. Сосын менің қазір каналыма, YouTube каналыма тіркелгеннен кейін нені басып қойыңыздар, қоңыраушаны. Сол кезде менің каждый әнім шыққан кезде біліп отырасыздар шыққан. Сіздерге уведомление келеді, даңқ еткізіп. Мынаны қайттан саламаймыз ғой, айдар. Қайттан соны салсақ қате болып қоймай ма? Дәл сол алдында салған сниппет қой. Бұны мақұл историяға салайын. Нұрландікін алайын енді. Бақ. Қанша адам көріп отыр бізді? 2500 адам көріп отыр екен. TikTok'та, Twitch'та, білмеймін, 1000 адамдай отырған шығар. Ал 7 минут уақыт қалды. Не болар екен, а? Әліптің артын бағып уже бар ғой. Даусым естілмей жатыр ма не менің? Сосын наушникпен істей тұрасың ба? Жетімейді кішкене. Сосын бірге клип көріп тұрайық. Кешіріңіздер, қазір наушникпен істей тұрыңызшы деп айтам. Уайымдамаңыздар, айтып қойдым. 2700 адам көріп отыр. Сәлем. Телефонға қарағанда кайф тұрған. Айналайын алтыным. О, Twitch'та 700. Twitch'қа кіріп отырсың ба? Иә. Ебау отыр. Екі жаққа да кіріп отырмын ба?
фокус сәл кетіп қалған, иә. Телефонға қарағанда кайф тұр. Объектив пен камера аламын мен ше. Уже мазам қашып кетті уже. Четкий камера алып қоямын, тек қана стримға. FX3 деген камера аламын да, сонымен ғана кіремін. Фокус кетіп отыр ма чуть, а? Телефонмен қараймын ба? Жемейді қалды. Уайымдап кеттік қой. Әліптің арты не болып жатыр? Кайф болып тұр. TikTok'та ма? TikTok'та қайта әңгімесі жоқ. Осы жерін салайын, иә? Арманымда басқа жан еді. Қалай сүйдім сені білмеймін. 5 минут қалды, 5 минут. Қалай сүйдім сені білмеймін соны. Не сиқырың бар еді. Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, сен жайлы ойланам. 635 адам отыр. Ютубта ма? 635? Иә. Давайте 1000-ға жеткізейік, потом 2000. Қанағатсыз дей ма? 4 минут бар дейді. Ютубтың несін ауыстырдың, кірдің бе? Көрдім я. Авасын, тема сияқты? Авасын ба? Авасынан несін. Еб, авасы жоқ. Тема көрінеді, жап-жас болып, Кайф болып тұр ғой. Фотор жақсы шыққан да? Жақсы шыққан. Битін несін бәрі. 4 минут қалды. Пока отыра тұрайық, эфирде қазір 1 минут қалған кезде айтамын не істеу керек екенін. Бәріміз дақ еткізіп ютубтың бәрін көтерейік. Ютубтың просмотрын көбейтіп алайық. Потом дальше әңгіме айта береміз. Прикинь, жай просмотрын көбейтіп алғаннан кейін жай тиктокты өшіреміз. Эфирден шығып кеткен. Жоқ, ондай болмайды. Айтылған сөз атылған оқ дейді ақтам қазақ. Қай ата-бабаң стримда 3500 адаммен тиктокта жаңа ән шығарып жатыр еді, және твичта 1000 адамдай отыр. 700 адам отыр. 800 адам. Қай ата-бабаң? Шашыңды жасашы, түрің көрінбей тұр дейді. Шашымды сол мен короче Түрің көрінбей жатыр. кепка ұмытып кеткенмін ғой ше. Ренжімеңізші. Міне. Осылай. Бола ма? Міне менің чехолым. Бәрің айтып жүрген чехол осы. Минут 2 минут? Уайымдап жатырмын. Ал, мені жаңадан қазір TikTokқа кірген тыңдармандар айта кетейін не болып жатқанын бүгін. Менің атым Садрадин. Менің бүгін 19:00-де YouTube каналымда жаңа ән шығады. Сіздер TikToктан естіген болсаңыздар, егерде сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған деген әнім қазір 1 минуттан кейін шығады. Біз қазір мына жерге эфирдағы адамдармен былай келістік. Бәріміз қазір 1 минуттан кейін бәріміз ютубқа кіреміз да, Садрадин қолымнан ұста деген видеоға кіріп клипті до конца көріп, ұнады ма, ұнамады ма, 900 адам отыр. комментарий жазамыз да, лайк басып, менің каналыма тіркелетін болдық, короче. Қанша минут? 1 минут қалды ма? 913 адам отыр. Қазір давайте сол бидик, бәріміз қазір мына стримнан шығайық уже. Сөйтіп ютубқа барып, менің ютуб каналыма кірик. Садрадин деп жазсаңыздар шығу керек. Розовый, короче. Қолынан ұста. Қолынан ұста деген ән. Жаңа клип. Давайте бәріміз клипті көріп, қайтадан оралайық қазір. 1 минут ютубта ожиданиеде тұрсаңыздар, клип жақты шығады. Досым, айтшы, ютубтан қойып жіберші деп. Клип қарап жейші. Ал! Бәріміз шығайық, эфирден шығайық. Жұрттар кіргізамай атса, біз шығарамай атық. Шығамыз эфирден. Эфирден шығамыз. Ма 4000 адам тұр. Шығамыз, кіріп атсыңдар. Ютубқа барсаңдар. Шығың, Шық, көбейіп атқан адам. 4400 болып кетті. Шық.
YouTube'ga kiреміз, құрметті тыңдармандар. YouTube'ма кіріп, YouTube'ымдағы видеоны көрейік. Қазір клип шығады, жаңа клипті көріп, қайтадан келейік. 1200 адам отыр. Мәссаған! Шығың. 4500 болып кетті. 4000. Әй, шығың! TikTok'тан шығың, YouTube'ға кірің, пожалуйста. Бастабай деп жатыр, 2 минут қалды. Шығыңдаршы, пожалуйста. TikTok'қа кіреміз, ой, YouTube'қа кіріңдерші. YouTube'қа кіріп, менің қолымнан ұста деген тірегім шығып жатыр әні. Соны бірге көріп, лайк басып, комментар. 4600 болып кетті. Не істеп жатсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Шығың. Шық. Ешкім сендерге рұқсат берген жоқ кіруге. Шығың. YouTube'қа кірейік, пожалуйста. Бұйырғаны болар. О жақта да қазір почти 1500 адам отыр екен. Рахмет. Басым дейіп рахметімді айтамын. Уақыттарыңызды бөліп, бізді қарап отқандарыңызға көп рахмет. Бұның бәрі әзіл әрине. 5000 адам қарап отыр екен бізді. TikTok бәріңізге рахмет. Бесімің 100 адам отыр ғой. Мәссаған не үйтіп атсыздар? Ана жақта 2400 адам отыр ғой. YouTube'та ма? Бәріміз YouTube'ға кірекші, давай 7000 адам ожидание деп отсыншы. Менде ондай болмаған вообще. Менде максимум 2000 болған етін. Давайте бәріміз YouTube'ға кірекші, 5200 адам YouTube'ға кірек. Басталып жатыр. Не болады екен? Әліптің артын бағып уже маза қашып кетті. YouTube'ға кірек. Міне азайып жатыр. YouTube'ға кетіп жатыр бәрі. Садрадин YouTube деген каналда видеода ожиданиеде бәріміз клипті көрейік. 10 минут. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай көрейік. Уайымдап жатырмын. Не болар екен? Әліптің арты не болар екен? Көрейік. Dağılsın çıkarsın dağılsın. Çıkar versin. Tanız ere beytanız, кейде жағын кейде алыс. Жандар едік екеуміз бір кезде. Сыймайтындай ақылға болды да бір оқиға. Sensiz mümkün emez,
Sensiz ömür emez, Қазақсыз айналам. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, мәңгіге байланам. Бәріңізге көп рахмет. Маған ұнады. Лично өзіме ұнады шынымен. Ерекше болған сияқты. Клипі де басқаша, әні де бір романтичный тема. Өзіме ұнады. Сіздердің ойларыңызды давайте YouTube комментарийінің астында күтем. Мына жаққа жазбай ақ қойыңыздар. Мен YouTube'тың астындағы чатты оқимын. Кеттім. Жазды ма бәрін? Әдемі. Не деп жазған? Ал, YouTube'да қанша адам өтті жаңа? 4 мың адам өтті ма вообще? Тамаша? 1000 комментарий. Сенсіз мүмкін емес. 1 минутта 1000 комментарий болды. 2 минутта. Рахмет. Рахмет халқым. Міне 5000 адам. Уже көбейіп жатыр обратно. Ал, давайте кіріңдер. Обратно общаться етіп тастайық. Жаңа общаться еткілерін келіп жатыр еді. Общаться етіп тастайық. От жіберіп жатыр. Рахмет. Что-то күшті деп жатқан сияқты. Надеюсь, күшті деп жатсыздар. Надеюсь. Ал, мен рилсім мен тиктогымды салып жіберейін, маған 1 минут уақыт бере тұрыңыздар. Өздерің әңгіме айта тұрыңдар. Иә, 1 минут уақыт бере тұрыңыздар. Мен қазір тиктогымды салып жіберейін. Ыстықтап кетті. Жанып кеткенсің ғой. Машине гамаж киіп алған ғой мынандай. Қалдым. Ал. Сенсіз мүмкін емес, мүмкін емес. Мынадай мында. Ой емес ой моғын, қолдарыңнан сәнге ұшлап тұрып, мәңгіге бойланам. Сенсіз мүмкін емес, күн емес. Біреу бірдеме жаса, оқып Үлгермейсің ә, примерно түсініп аласың ба? Алдында рилстарыма не деп жазушы едім, екеуі кетіп қалды телефондарына. Жазатын едім бірдеңе ше андай. Не деп жазатын едім? Не деп жазсақ болады TikTok ненің астына? Инста посттың астына не деп жазса болады? Садрадин қолымнан ұста деп жазайын, да? Official music video деп жазатын қой бізде. Приятного прослушивания деген қазақша не дейді? Не дейді? Мягкие посадки деген ол самолетті айтады, оны. С легким паром деген баняда айтады. Приятного просмотра деген кино көргенде айтады. Не десек болады? Приятного прослушивания дегеннің қазақшасы керек болып тұр бізге. Шынға ашық бұл кезде. Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес ай маған.
On YouTube деп жазатын ек қой, иә. On YouTube деп жазатын ек қой бүйтіп. Дұрыс па, сөйтіп жазып жүрмін ғой вроде. Я. Windows скопировать етіп алайын да, выбрать дейміз да. Ал, бисмилля деп рилсті салдық. Бисмилля деп сөз бастамаған атам қазақ, бисмиллясыз. Бисмиллясыз сөз бастамаған. Мына звуктың астына салайын да, түрім қашып кетті, айтпайсыңдар ма? Брат, түрің қашып кетіпті деп айтпайсыңдар ма? Ал, кеттік. 3000 видео түсіріліпті онда. Сенсіз мүмкін емес. Мүмкін емес. Өмір емес, қызықсыз айналам. Қолдарыңнан сенің. Рилсті да, тиктокты да салып атырмын қазір. Енді бізге инста сториске салып жіберу керек. Мен өзім посттарымның барлығын өзім жазам. Мен тиктогымды, инстаграмына бәрін өзім салам. Ютубқа басқа адам салады. Себебі ютубта кішкене өзінің нюанстары бар, дұрыстап салу керек. Ал бірақ мен үшін инстаграмды, тиктогымды ешкім жүргізбейді. Ешқашан да жүргізбеген. Өзіме ұнайды жүргізген. Өзім, мне кажется, жақсырақ түсінемін. Басқа да бір адам салып беретін болса, ол кішкене білініп қалатын сияқты да. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өзің сағанға не жетсін. Ал. Оны историяға басқа өлең салып жіберейік осындай. Бірінші куплетін салайық та. Таныс әрі бейтаныс деген. Кейде жақын. Ей? Бейтаныс. Екеуміз бір кезде сыймайтындай ақылға. Ғашық бол кезде сыймайтындай ақылға. Жанға айналдық, шын ғашық бол кезде. Екеуміз бір кезде ақылға. Болды да бір оқиға. Жанға айналдық, шын ғашық бол кезде. Я, күз деген әнім шыққанда 2 жыл өтіпті. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Мынау гифканы қалай алады?
жандар едік бір кезде. Я маған да ұнады. Оқиға шынға ғашық бұл кезде. Екеуміз бір кезде ақылға. Ал. Ал. Нені салдық? Reels салдым. Нені салдым? Енді историяны салдым. TikTok'ым салынды ма? Вот вопрос. TikTok салынбай қалатын еді ғой. Үндемей қалдым ба? Енді қазір жұмысымды істеп тастайын деп жатырмын да. TikTok салынды, Reels салынды. Stories да салынып жатыр. Ал, әңгіме айтайық ал. Чо там общаться етеміз ба? Не жайлы айтамыз? О, 2-ақ адам қапты ғой. Өлә. Бәрін қуып жіберіппіз ғой. Ұйқым келіп кетті ма? Что-то. Жай, шығат сияқты. Так. Садрадин сәлем. Бәріңізге сәлем. Жаңадан келген көрермендер болса, бәріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Чатты оқиын десем, мына көзім жетпей жатыр. Давайте. YouTube-тың астындағы комментарийларды оқысам қалай? Сол қызық сияқты меніңше. Давайте YouTube-тың астында комментарийін оқып, жауап берем. Кеттік. Қызықты бір, күшті бір комментарийлар болса, оқиық. Кеттік. 2700 просмотр болыпты. Твичта қарап отырмын дейді. Сначала новый дейін ба әлде? Лайк басқанның әрбір адамның ата-анасы аман болсын дейді. Аумин, сол үшін өзімде лайк басып қойдым. Өз-өзіме YouTube-та лайк басып қойдым. А то кім басады? Өзім басып қоймасам аккаунтым. Мына өзбекше жазыпты. Өзбекше де тыңдармандарым бар. Шүкір, рахмет. Өзбекстаннан. Пусть каждое ваше выступление станет новой историей. Пусть каждая ваша песня навсегда останется в сердцах. Пусть сцена заставит вас сиять еще ярче, а ваш талант еще ярче. Пусть каждая мелодия, исходящая из вашего голоса, пробуждает надежду и вдохновение в сердцах людей. Пусть путь, предназначенный вам, будет путем роста и успеха. Рахмат, ака, рахмат, акажан, аумин, рахмет, рахмат, акажан. TikToktан келгендер біз біргеміз дейді. Біз бірге. Twitch'та отырып көргендерден лайк, әрине. Лайк басқан әрбір адамның үйіне бақ келсін дейді. Сол комментарийға лайк басып қойдым. Садыр қуып жіберді TikToktан шық. Сендер ше неге ондайсыңдар, е? Бәлеқорланып, соны жазбай қойсаңдар болмай ма, е? Бүкіл семья болып көтіп отырмыз дейді. Сезім дейді. Сезім сіздің ата-анаңызға, үйіңіздегілерге бәріне сәлем. Бақытты болыңыздар. 2026-да көріп отырмыз дейді. По-любому басқа вариант жоқ сізде. Сізде қазір настоящий времяда көресіз. Қазіргі таңда. По-любому үйленем саған деп қоясың. Так, TikTok эфирден келгендер лайк. 2028-ден сәлем, 2026 деп жазып кетті. Типа 2 жылдан кейін оқиды деп тұр. Прикольно. Ал, тағы бір ұзақ комментарий жазып, соны оқып жіберейін. Садрадин аға, бүгінгі жаңа әніңізді тыңдап отырып, жүрегім ерекше толқып, көзіме ерексіз жас келді. Әрбір сөзіңіз жан дүниемнің тереңіне жетіп, жүрегімнің нәзік қылын тербетті. Сіз ән айтқанда ол жай ғана әуен емес, ол шынайы сезім, жүректен шыққан үн. Даусыңызда сондай бір мейірім, сондай бір тазалық бар. Тыңдаған сайын жаным тынышталып, жүрегім жылуға бөленеді.
әрбір туындыңызға бар ықыласыңызбен, жан тәніңізбен орындайтыныңыз сезіледі. Бұл Алланың сізге берген ерекше сыйы. Садраддин аға, өнеріңіз өрлей берсін, шабыт шырағыңыз ешқашан сөнбесін. Сіздің әндеріңіз талай жанға үміт пен күш сыйлап, жүректерге жарық нұр бола берсін. Ізгі тілекпен Ирода дейді. Ирода, осы айтқан сөздеріңіздің бәріне періште аумин деп, осы тілеген жақсы тілектеріңіз сізге де Құдайдан 1000 есе, миллион есе жақсылық болып қайта берсін. Отбасыңызға, өзіңізге, деніңізге саулық, басыңызға амандық, көп жақсылық тілеймін. Сізге көп рахмет жылы лебізіңізге. Және де мен білем, қазір қаншама сообщениелер бар, мен әлі хаттар бар, оқи алмай жатқан, барлық жақсылық тілеп жатқан, пікірлерін білдіріп жатқан жандарға сіздерге көп рахмет. Міне TikTokта бізді қаншама адам көріп отыр, Twitchта қарап отырған жандар бар. Бәріңіздің осы жақсы тілектеріңіз қабыл бола берсін, үйлеріңізге бақыт береке келе берсін. Бәрі Алланың қалауымен болып жатқан дүние. Мені 2018-ден, қателеспесем, Инстаграмды қашан бастадым, 2015-2016-дан бері қарайтын тыңдармандар, көрермендерім бар екеніне сенем, білем. Сіздердің араларыңызға жаңадан қосылғандар да бар. Сіздердің бәріңізге көп рахмет. Жүрегімді шынымен тоқытып жібердіңіз. Сізге көп рахмет. Қалай ішпейсің одан кейін? Әрине бұл I'm joking. Прикол. Бәрі эфирдан келген сияқты ғой дейді. Рахмет. Адамдар 14 февраль ғашықтар күнін күтсе, біз қолынан ұста әнін күттік. Чотка кетті дейді. Рахмет, Садыр стрим деген аккаунт. Рахмет сізге. Бақытты болыңыз. Семьямызбен телевизордан көріп отырмыз, эфирді көріп отырсаң, Айару сәлем деші. Айару, сізге жалынды сәлем. Сіздің отбасыңызға, анаңызға бақытты болыңыз. Семьяңыз дамый берсін. Үйіңізге құт береке, және осы жылы сізге көп ақша тілеймін. Неғылғандай болып кеттім мен, Не болып кеттім ондай? Нелер бар қандай? Карта ашып отыратындар ше? Білесіздер ма TikTokта? Типа сенде мынандай жыл мынандай болады, мынандай жыл. Ол әрине өтірік, ондайға сенбеңіздер. 3000 адам көріп отыр. Twitch'та қанша адам отыр екен? Ал, тізем ауырып кетті бүйтіп отыра беріп ше. Тіземмен қалай ұзақ отыра беруге болады? Рахмет. Клипті семьямызбен қарадық. Түсіріп TikTokқа саламын, репост күтемін. Әйгерім Маратова. Обязательно. Видеоңызды көрсем, обязательно репост істеймін. Бүгін мейрамға қуанып жүрсе, мен осы әннің шығатына қуандым ғой дейді. Көп рахмет сізге. Балжан. Телевизордан көрдік дейді Айару. Рахмет. Садраддин дауысына барлық музыка сай келеді дейді. Білмеймін, мүмкін солай. Twitch'тан келгендер қаншамыз дейді. Міне. Міне. Ұзақ сообщение жазыпты. Ақнұр Сманали. Құрметті Садыр, бұл хатты сенің шығармашылығыңды шын жүректен жақсы көретін жанкүйерің жолдап отыр. Сенің әндерің мен үшін жай ғана әуен емес, бұл ерекше бір әлем. Даусының бояуы мен мәтіндеріңдегі тереңдік көңіл күйім түскенде демеу болып, қуанғанда шабыт береді дейді. Қазіргі музыка әлемінде өзімді қолтаңбаңды қалдырып, ешкімге ұқсамайтын жолмен келе жатқаның мені қатты тәнті етеді. Рахмет. Сенің әрбір туындыңның шынайылықпен еңбекқорлық сезіледі. Сенің өнерің арқылы біз тыңдармандар өз ойларымызбен сенімдерімізге жауап табамыз. Осындай сапалы әрі жаныңды тебірентетін дүниелер сыйлап жүргенің үшін үлкен рахмет. Саған тілейтінім шабытың сарқылмасын, жаңа хиттар мен жарқын жобалар көп болсын, үлкен сахналар тек Қазақстан емес, әлемдік деңгейді мойындата беруіңе тілектеспін. Адал тыңдарман, қасыңнан әрдайым сені түсінетін және қолдайтын жандар табылсын. Сенің өнерің әрдайым мақтан тұтамын және жаңа жаңалықтарыңызды асыға күтемін. Жұлдызың жарқырай берсін, ізгі тілекпен сенің адал жанкүйерің. Сізге көп рахмет, Ақнұр Сманали. Осы айтқан тілектеріңіздің бәріне аумин, періштенің құлағына шалына берсін, және де сізге де үлкен көп бақыт тілеймін, бақытты болыңыз. Бірақ қазір давайте
осыдан кейін келсек чат GPT-мен жазу жоғынан өзіміз жазайық шын жүректен. Жоқ, мен сізді айтып жатқан жоқпын чат GPT, бірақ сөйтіп жазатындар да бар да, мен білемін да оны. Чат GPT-мен отырып алып, чат GPT, пожалуйста, приготовь приятные слова, текст для Садраддина жазып береді ғой. Өйтіп жазу жоғынан келісіп алайық. Бірақ өйтіп жазсаңыз да, сіз главный соған тілеулес болып тұрсыз ғой. Аумин, рахмет. Бірақ Ақнұр өйтіп жазған жоқ. Ал күз 14.02.24, қолынан ұстау 14.02.26. Иә, бұл сәйкестік пе? Бұл сәйкестік ешқашан болмайды дейді бұл әлемде. Бәрі. Тізем ауырып кетті ше. Өзім шашым ауырып жүреді нәйір. Ойбай. Пытырлады, естіңдер ма? Қаншадан болды? Қаншадан көріп отыр екен? Міне рекламасын тығып болды ютубта да, е? Реклама шығарып жатыр ғой. Көріп жіберейік ау? Қазір субтитрін жазып жібереді, сонымен бәрі тема болады. Ал әнді площадкалардан іздеп жатқан жандар болса, ән түнгі сағат 3-те шығатын болады. Площадкаларға, яғни. Көп хаттар жазып жатыр маған. Инстадан, әр жерден. Шыңға шық бұл кезде. Бұл әннің қалай шыққанын сіздер өздеріңіз көрдіңіздер. Қалай жарыққа шыққанын. Мен Рамазан деген досым бар, сол екеуміз жазған болатынбыз. Осылай сіздерге ұнап, көп хаттар келді, Садар жазып шығаршы дегеннен кейін жарыққа шығарған жайымыз бар. Комментарийларды оқып жіберейін қазір. Твичте қанша адам отыр екен? Жандарем. Твичімде қанша адам отыр? 481 адам қапты ғой. Бәрі нажаға кетті ау дейме. Я бүйттім дөрей. Мен Твичтің астында комментарийін оқып жіберейін. Абылайды құттықтап жібер, Садыр фан болғанда 2 жыл болыпты дейді. Абылай, сені Садыр тимда, Садыр фанға қосылғаныңа 2 жыл болғаның үшін сені шын жүректен құттықтаймын. Бақытты бол, ауырма, денің сау болсын. Саған өмірдегі барлық жақсылықтарды тілеймін. Бұйырса 50 жыл фан болып жүре бер. Біз де сол күнге аман есен жете берейік. Кеттік. О дейді, міне. Пожалуйста, көңіл бөліп жатыр. Бүгін нені 69 мың адам көріп па, прикинь? 69 мың адам көріп па? Тиктокты ма? Бағана жоқ. 2 мың адам подписка жасаған саған. Қанша лайк бар? Қанша лайк? 80 болмай тұр ғой дейді. 1 миллион лайк дейді. 1 миллион лайк? Ұжыма? 1 миллион 100 мың лайк дейді. Базар жоқ. Ешкім айтпай өздері басып жатыр. Жандарем, рахмет. Мен тиктокқа что-то үйреніп алдым ше. Қайталап өтейін сосын. Маған андай подарктар жібермеңіздер. Мынандай басқа киетін корона ондай жібермеңіздер. Сіздердің жай ғана шын ниетпен басқан лайктарыңыз үлкен подарок біз үшін. Бөлмені айтшы дейді, байқау үшін дейді. Бірдеңе деп бағадан бері бәрі жазып жатыр. Бөлмені айтшы. Бөлме қашан шығатын болды дейді. Бөлме Алла қаласа альбомға кіретін ән. Альбомда бұйырса қазір жазылып жатыр, жаңа әндер де бар қосылып жатқан. Альбомда шығатын болады. Және де білмейтін жандар болса, таныса отырайық. Менің есімім Садраддин. Мен қазір өзімнің алғашқы альбомымды жазып жатырмын. Түрің көрінбей жатыр дейді. Өте қызық процесс болып тұр. Жақындатайықшы онда. Жоқ, шашыңды ал дейді. Жоқ, жақындатшы. Өте қызық процесс болып жатыр қазір альбом деген. Күндіз-түні осы жердеміз. Мені қолдап атқан достарым бар, осы жерге келіп. Бәріне рахмет. Қолдамай атқан достарым да бар. Оларға да рахмет. Бақытты болыңыздар.
мына былай тартып жібереміз кішкене ете жүрші. Ал міне енді дұрыс болған сияқты. Оппо, осы еді ғой мен саған айтқан. Тығып осы жерден жағып тұр енді. Зарядке қойды. Көзімді шұқып алдым ғой. Свет өшіп қалды. Свет өшіп қалды өкінішке орай. Пожалуйста. Зарядкасын тықсаң петличкін алда. Үндір ғой. Осы жерге қойып тұр. Зарядта бірақ тұр. Айттым ғой бұл қат жаққан кезде тез өшеді деп саған. Кешірім сұраймыз. Біз тек қана ақаумен өмір сүреміз ба? Не білейін, техникалық ақаулар болып кетті айналамыздың бәрі. Бірақ жақсы отыр ғой, ешкім мазалап жатқан жоқ. Өзіміз. Сосын көйтейін да. Пока ма? Жоқ, ол андай болып кетеді, бұзылдап кетеді сияқты. Давай, қандай өлең айтамыз? Бөлмені айтшы деп байқау деймін. Бөлмені алдында айтып бердім ғой. Кеше бір ән жаздым да, оны айтып бергім келіп тұр да бірақ. Әлі кішкене шикілеу болып тұр да. Сол үшін деп тұрмын. Ана изосын өшірші, қоссай. Тығылып тұрып жана беретін шығар. Не болып кетті, жаман болып кетті. Не шығар жерген қарасаң бетіне. Болды. Толып қосылмайды. Қосылады. Енді не істейміз? Осылай отыра береміз, а? Нормально ма? Жақсы ма? Қалай ойлайсыңдар? Штатив заказ берші. Жақсы дейді. Бұл нормально сияқты? Өзі домашний отырып қой. Домашний болып тұр. 58 минут болыпты. Давайте мен комментарийін оқып жіберейін. Әлі де. Нормально пойдет дейді. Все, уютно дейді. Все, кайф. Нәке сәлем деп қойсайды осы мынайға. Қолымнан ұста деген. Қолымнан ұста деген. Мына жаққа келіп болмаса сөйлеп жүрсек, привет деп адамдарға. Вот сіздер білмейтін амансыздар ма? көптеген адамдар бар. Ән үшін қаншама адам жұмыс істейді. Вот мен Нұржан деген досым. Нұржан, иә. Нәке деп таниды бірақ көбісі. Нәке деп таниды, иә. Және Ұлан деген досым бар. Сол екеуміз, осы екеуі біраз менің әндерім аранжировкасын жасады. Давай саған бір-екі сұрақ қойып жіберейін, иә. Қандай сұрақ қойын? Аранжировкаға неге келдіңіз? Неге музыкамен айналысуға не итермеледі? Және қанша жыл болды бастап жүргеніңізге? Аранжировкамен музыканы жасап жүргеніме 3-4 жыл болды. Ақу 4 жыл болды ма? 4 жыл. Тема. Мен не болдым? Видеограф болдым. Видеограф? Сен видеода монтаждайтын болдым. Сурет салатын болдым қолмен. Именно арт фотолар бар. Баяғыда бір рет хит болды, білесің ба, андай типа мультик болып тұрады фото. Бір жылдары хит болды. Сол кезде салып, сонымен айналысып. Басты бірдеңе. Тема. Вот. Тема досым. Вот осы сіздер тыңдап жүрген. Мына ән бар мысалы. Мен таңдамас үйде, міндім таксиге, мен үйданам күтеді асүйді, бірақ жайырақ айда. Жеткіз мені айға. Мен саған мүшкейді, міндім таксиге, мен үйданам күтеді асүйді, бірақ жайырақ айда. Жеткіз мені айға, сол көрмеген жайға. Тұман арасында бірде көлік бірде жаяу, күмән араласып таңға таман тағы ояу. Көз қарасыңа ғашықпын, көз қарасыңның ағым менен қарасына деген әннің аранжировкасын жасады. Сіздер білмейтін көп деген адамдар бар. Әрбір әннің, әрбір видеоның артында қаншама жұмыс істейтін адам бар. Команда болады. Бұл таксидің жазылуы өте қызық. Бұл өзі жазған биті, өзі просто ойдан шығарып жазған. Маған жібереді, осыған бірдеңе шығарып көрші деп. 1,5 жыл бұрын ба жібердің, иә? Ол ән жарымай тұрып еді. Уақыт бар, иә, короче. Ән шыққанға дейін жарты жылдай. Иә, сөйттім да.
ұмытып кеттім оны бір күні. Студиясына барып, жауап бармағын жасап жатқан кезде соны қосып қалды да, сол кезде мен айттым, менде мынандай бір баяғыда жазған текстім бар еді. Такси жайлы, мен өзі басқаша сөздер, типа айтады. Диалог, короче, шофер мен пассажирдің арасында. Мен, короче, таксиге отырдым, пожалуйста, мені бақытты мекенге апаршы дейді шоферға, типа. Бақытты бір, типа біреудің өлеңін қойшы дейді, типа ішінде. Наның өлеңін қойшы, или даусын қаттырақ шығаршы, мені бақытты жерге апаршы, вези меня, вези дейді, короче. Сондай бір өлең бар, типа соған ойыма түсіп отырып жазған. Осындай текст бар дедім да, сөйтіп ол битті қосқан. Мен сонысында мен таңдамас күйді жайырақ айда деп шығардым да. Сөйтіп примерно жазып алып, үйге барып, дұрыстап текстін жазып алып келіп көрсеттім. Жауап барманы да тоже тез жазғам. Оның аранжировкасы тағы қандай біраз өлең істедім ғой. Бар, сосын телефон бар. Сосын қарағым-ай бар, Ай, қарағым-ай, сызылып қарадың-ай. Қарағым-ай да қызық, негізі қалай шыққан. Қарағым-ай міне мынандай ән, сіздерге түсіндіріп берейін. Мен әнді білесіздер, ұзақ шығаратын адам, шепетеймін да, өзім жұмысыма, білмеймін. Сөйтіп қарағым-айды, короче, бүйткем. Басқа таңдайшы. Бүйтіп қарағым-айды жазып аламын, міне. Просто гитарада өсіп шығады сөзімен, қайырмасы полный бүйтіп. Ай, қарағым-ай, сызылып қарадың-ай. Сөйтем да мен әкенің студиясында отырған кезде айтам, осындай ән жаздым, қарашы. Сөйтеді ол тыңдайды да, мынаған қалай бола ма? Аранжировка істеу керек еді, боссың ба деп отырды да. Мен тоқташы бірдеңе істегем дейді да алдында. Короче, бір аранжировканы ашады, көрсетеді, оның осындай аккордтары да осындай, темпі да осындай, және стилистикасы да біз қалағандай болып шығып тұр ғой. Тональсына дейін бірдей болды, біз, короче, көтереміз дедік та, тональсын жоқ, обратно деді да, өзіне жазып. Өзгерттік қой. Сол күні мен тұрдым да, мынаны жіберсей маған дедім. Жіберді да, мен мына жерге, мынау өзім студияма келдім да, өзі куплеттер жоқ. Бүйтіп ректі бастым да, міне, пах еткіз. Сөйттім да, тура қарап айтарым, жүрегімді шайқадың деп, сол жерде қосып отырып, өшіріп қосып отырып, ойыма түсіріп жаза бердім. Мен енді шықпайтын өлең деп ойладым да. Сөйтіп көбісіне ұнап қалды, сонымен шығардым. Сондай ол да қызық болған жазылуы. Қазірде мен альбомда біраз әндер жасап жатыр. Күндіз-түні осы жердеміз. Күндіз-түні түнгі таңға дейін барлығын осы жерде жасап жатырмыз. Енді сіздерге қызық история болса деп айтып беріп жатқаным осы. Бүгінгі қолымнан ұста деген әнді де бір күннің, 2 күннің ішінде жасадық. 2 күннің ішінде полный бітірдік. Клипін де, тез бітірдік. Клипін де тезірек аяқтадық. Ай, қарағым-ай, сызылып қарадың-ай. Ай, қарағым-ай, жап-жарық жанарың-ай. Сәл отырайын эфирде, сонымен мен жұмысымды істейін. Рұқсат етсеңіздер, или қазір істей берейік па, әңгіме айтып отырып. Не істейміз? Негізі әңгіме айтып отыра берейін, мен жайлап істей берейік. Сосын мен кішкене әңгіме айтып та мына жаққа да барып үлгерейін бәріне. Эфирден де шыққым келіп отқан жоқ, әдемі болып жатыр эфир. Мен TikTok-тың чатын оқи алмаймын. Білмеймін неге, өйткені тез жүреді. TikTok-тың чаты оқу мүмкін емес. Өте тез көтеріледі. Бір секунд ана жерде көзің ауырады қарасаң. Лучше мен Twitch-тің чатын оқи берейін, Әлде Twitch-те өшіріп, TikTok-тағы отырамыз ба дальше? Не істейін айтыңыздар?
качествосы жаман болып тұрғанына ренжімеңіздер. Светтің зарядкасы өшіп болды. Тез көтеріледі. Бір секунд ана жерде көзің ауырады қарасаң. Лучше мен Twitch-тің жанына қойып берейін. Мен жақсы камера сатып алдым. Болды. Объективтер алып, свет, короче. Полный алып тастайын деп тұрмын ғой. Басқа вариант жоқ. Осы теманы қуаласам ба деп отырмын ғой. Гитара жарасады маған, иә? Қараңдар. Бүйтіп фотосессия істесем қалай бүйтіп? Гитараммен. Бүйтіп отыр. Қазір де істеп жүріңізші болмаса. Качествосы жаман да, бірақ андай программалармен әдемі алып аласыңдар ғой. Деп отырып ше фотосессиялар істейді. Бүйтіп қойып. Гитарамен фотосессия істеймін. Сондай керек болып отыр. Легендарный гитара бұл. Жаны. Качествосына ренжімеңдер, пожалуйста. Айдар! FX заказ берейікші. PSP-ден аламыз ба, или біреуге алдырамыз ба? Алайын бірақ. Ойдықстан алайын. Ойдықстанда зачем? Старый ғой, пробег көп. Новый аламыз ба? Новый дұрыс қой техника. Брага бар шығар ертең. Тексер алғын. 200 мың теңгеге арзан болады ол. Тексер алғын. Сосын айтпақшы. Айта кетейін. Мен алдында фан аккаунттарға 10 мерч пакет 10 мерч сыйлайын деп уәде еткен едім. Маған видео істеген жандарға. Соны қазір мен көрдім, бір хэштег ойлап тапқан. Садыр фан тим деген ба, әлде қателесуім мүмкін. Сол хэштегке бәріміз салайық. Оның результатын қашан таңдаймыз. Соны айтып жіберейік. Давайте, сөйтейік. Соның аккаунты хэштегке бәріміз сол бірге хэштегке салсақ, маған көруге оңайырақ болады. Сол хэштег арқылы таңдай бере аламыз. Және де алдында TikTok'та жылап отырған қызды білесіздер деп ойлаймын. Ол қыздың алдында аккаунтын сұраған едім мен. Аккаунтын таптық, қазір сөйлесіп жатырмыз. Шымкенттің қызы екен. Кішкентай қыз жылағанына кішкене жүрегім ауырып қалды. Тағы да қызық история, яқ, давайте. Әнге байланысты ма, әлде басынан өткен бір қызық историяларды айтып берсем. Қандай история бар, Әшейінде ауыз жаппас, айт дегенде ауыз жап бір сөз таппас дегендей болып тұрған. Объектив ауыстыру керек. Негізі болашақта. Жоқ, мен көріп. Жақсы, бірақ ана кішкене шум етеді. А так тема. Давай. FX-ті PSP-дан ба бір жерден алайықшы? Давай. Мен сосын студияма міне новый заттар алдым. Андай көріп тұрсыздар ма? Кеше ғана келді бір-екі зат. Міне, мынау көріп тұрсыздар ма? Мен қолым тұрған жерде. Қайда кетті ана? Міне. Ана зат міне көріп тұрсыздар ма? Ол новый емес, бірақ мына жерде тұрған еді. Мына жерге новый зат алдық та, короче, мына стол бәрін полный толтырдық. Ана жерде новый заттар алдық, музыкамыздың качествосы. Машинада шығарған өлең қашан шығады? Машинада? Біз жалдау алып жүрдік қой Мерседес. Оны шығарамыз ба не? Ұланмен жасаған демоларын. Оны шығарамыз ба? Шығарып керек па ол енді? Вот, әндердің сапасы жақсы болу үшін көптеген осындай заттар алдық. Көрініп тұр ма аналар? Жалпы көрініп тұр, күшті болып тұр. Осы ана жетіп тұрып, мына
ақ көңілдер сыға менің барам жүздесуге шығар тастама мені осылай шығып кетеді арасында мұңды қылып жібердің ғой дейді. иә мұң болып кетті эфирдің соңы әрдайым сондай болып кетеді Қызық бір история айтшы дейді. қызық история не бар еді өзі қанша сағат болды 1,5 сағаттай болды ма отқанымызға ары қарай біз жұмысымызды жасайық эфирда бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет бізді қолдағандарыңызға әрқайсыларыңызға көп рахмет бақытты болыңыздар аман болыңыздар келесі кездескенше бұйырса ораза келе жатыр 5 күннен кейін 5 күннен қоя Да, 19 ғой. иә бәріміз ниеттеніп соған құдай қаласа ал менен бүгін эфирді бірге өткізгендеріңізге көп рахмет тыңдармандарыма көрермендеріме көп рахметімді айтамын меніңше қызық болды деп ойлаймын бүгін жаңа әннің тұсаукесерін істедік эфирда бір
кішігірім әңгіме айттық. Кішкене шаршап қалдым ба, сөйлей беріп, айғалай беріп. Ары қарай эфирден шығайын. Ал келесі кездескенше бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Садрадин. Сау, саламатта болайық. Пока. Эфирді өшірем. Выйти из эфира. Эфир емес кефир. Twitch енді өзіміз қалдық. Тегесін. Пока. Шығайын. Давайте.